Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесінің геометриялық мағынасын қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа тағы да есеп шығарайық. Бізге дайын координата жазықтықта үш функцияның қиылысындағы шектелген аралығы берілген. Осы үш функциядан біз теңсіздіктер жүйесін қарастыруымыз қажет. Алдымен бізде сыртқы функциямызды қарастырсақ, ол бізде шеңбер. Яғни шеңбердің берілгені бойынша оның координата бас нүктесі арқылы центр өтетінін және радиусы түбірасты 2-ке тең екенін байқауға болады. Олай болса, шеңберді қарастырайық. Шеңбердің центрі 0-ден 0 нүктесі арқылы өтеді және радиусы түбірасты 2-ге тең. Олай болса, осы арқылы шеңбердің теңдеуін жазайық. Ол бізде x квадрат қосылған y квадрат тең болады түбірасты 2-нің квадратына. Бұл дегеніміз x квадрат қосылған y квадрат тең болады 2-ге. Яғни берілген мына шеңбердің теңдеуі x квадрат қосылған y квадрат тең 2 екенін оңай көруге болады. Ал енді бұл жерде үш функцияның да графигі қиылысқан. Олай болса, шеңбердің бізге ішкі аймағы керек. Яғни ішкі аймағы дегеніміз бұл жерде теңсіздігіміз x квадрат қосылған y квадрат кіші немесе тең 2 болады. Яғни бұл бізде сыртқы шеңбердің теңсіздігі болып табылады. Екінші бізде мұнда бөлікте орналасқан гиперболаны қарастырайық. Гипербола координата жазықтықта үш нүктесі берілген. Бірінші нүкте, екінші нүкте, үшінші нүкте. Олай болса, нүктелердің берілген жасақ. X 1 болғанда ординатасы 1, X 0 болғанда ординатасы да 0, ал X -1 болғанда Y -1-ге тең. Және ол бізде бірінші және үшінші ширекте орналасқандықтан бұл функция бізде кубтық парабола болып табылады. Ал енді кубтық парабола, яғни берілген кубтық параболаның теңдеуінің формуласын жаздық. Енді бізге теңсіздікті жазу керек. Яғни осы кубтық параболаның төменгі бөлігі орналасқандықтан y-тің мәні кіші болады. Яғни y-тің мәні кіші немесе тең x кубтан. Енді үшінші соңғы бізде берілген түзудің теңдеуін жазайық. Түзуде де бізде берілген екі нүктесінің координатасы бар. X -1 болғанда y -1 және бізде екінші мәні x түбірасты 2 болғанда y 0-ге тең. Яғни үшіншісі түзудің екі нүкте арқылы A нүктесінің координатасы -1 деп қарастырайық. Ал B нүктесінің координатасы түбірасты 2-де 0. Яғни екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазайық. Ол бізде x қосылған 1 бөлімінде түбірасты 2 қосылған 1 тең болады y қосылған 1 және 0 қосылған 1. Олай болса, x қосылған 1 бөлімінде түбірасты 2 қосылған 1 тең болады y қосылған 1-ге. Олай болса, x қосылған 1 бізде тең y қосылған 1-ді біз көбейтеміз түбірасты 2 қосылған 1-ге. Бізге алдымен бұл аралықта y-ті тауып алуымыз қажет. Яғни y-тің бізге y-тен үлкен аралығы қажет. Олай болса, жақшаны ашатын болсақ, түбірасты жақшаны қоямыз. Түбірасты 2y қосылған y қосылған түбірасты 2 және қосылған 1. Бұл жерде теңдіктің екі жақ бөлігінде +1 бар, сондықтан 1-ді жойып жіберімізге болады. Сонда y табу үшін y-ті жақшаның сыртына шығарып, түбірасты 2 қосылған 1 және бізде қосылған түбірасты 2 бар және -x теңестіреміз 0-ге. Y-ті табатын болсақ, түбірасты 2 қосылған 1 бізде бұл тұрақты сан тең болады x минус түбірасты 2-ге. Ал y тең болады бөлшектің алымында x минус түбірасты 2 бөлімінде түбірасты 2 қосылған 1-ге тең. Яғни бұл бізде берілген түзудің теңдеуі болып табылады.
Енді осы түзудің теңдеу арқылы теңістігін құрастыратын болсақ, y-тің мәні үлкен болу керек. Яғни y үлкеніне тең x минус түбір асты 2 бөлімінде түбір асты 2 қосылған 1-ге тең. Енді бізге осы үш теңістікті жүйеге алып жазатын болсақ, бірінші теңістігіміз x квадрат қосылған y квадрат кіші немесе тең 2 болған. Екінші теңістігіміз y кіші не тең x кубтан. Үшінші теңістігіміз y үлкен не тең алымында x минус 2 түбір астында бөлімінде түбір асты 2 қосылған 1-ге тең. Енді бұл теңістікті де тағы да түрлендіріп, мына түрде жазуға болады. X квадрат қосылған y квадрат кіші не тең 2, ал y минус x куб кіші немесе тең 0. Ал соңғысын біз жаза аламыз. Теңдіктің барлығын бір жағына өткізсек, y түбір асты 2 қосылған 1 минус x плюс түбір асты 2 үлкен не тең 0 деп. Яғни берілген координаталық жазықтықта үш фигураның қиылысуының бір координата, бір теңістіктер жүйесіне жазалдық. Біз сіздермен қарастырдық екі айнымалысы бар теңістіктер жүйесінің геометриялық мағынасын. Келесі кездескенше сау болыңдар.